Қайырлы күн. Қазақстан тарихы пәнінен бірінші СРС тақырыбы ерте орта ғасырлардағы мемлекеттер, соның ең біріншісі түрік қағанаты. Жалпы түрік қағанаты бізде 552 және 603 жылдар аралығында өмір сүрді. Оның алып жатқан территориясы Алтайға дейін, батыста Каспийге дейін созылды, ал оңтүстік шығыста Қытаймен, сонымен қатар оңтүстік батыста Парсы елімен шектескен. Жалпы түрік қағанатының негізгі құрамы түркі тілдес тайпадан тұрды. Тире немесе теле деп аталатын саны 30-дан асты. Жалпы теле сөзінің мағынасы түрік деген сөзді білдіретін. 542 жылдан бастап бізде алғаш рет түрік этнонимі деректерде кездесе бастады. Жалпы түрік қағанатының алғашқы қағаны бізде Бумын қаған болды. Ол жужандарды жеңгеннен кейін Елхан деген атаққа ие болды. Және де 5 ғасырда кен қорыту ісімен таныс болып, аварларға темір өндірген осы жалпы біздің түріктер болған. Кейін түріктердің қағанатқа айналуына ықпал еткен оқиға ол жалпы жужандардың жеңілуі. Бумын қай жужан қағанын жеңді деген сұраққа жауап ол Анағұй қағанын жеңген болатын. Түріктер Қытаймен бейбіт қарым-қатынасты 545 жылы орнатқан болатын. Және де ол жалпы Бумын қағаннан кейін екінші рет аварларды осы Бумын қағанның баласы билікке келген Қара еске жеңген болатын. Жалпы Қара ескенің інісі Мұқан ол жужандарды мүлде қайтып бас көтерместей жеңді. Ол 552-554 жылдары болды. Жалпы Мұқан қағанның тұсында түрік қағанаты Орта Азияда саяси үстемдікке жетті. Бұл кезде екі бөлікке бөлініп отырған Қытайдың билеушілері Мұқан қағанға қымбат бағалы сыяпат жасап өз жақтарына таратуға әрекет жасады. Кейін осы қытайлар өз жеріндегі түріктерге 100 мыңға тең жібек матасын төлеп отырған болатын. Жалпы осы Орта Азияны басып алғаннан кейін түріктер жерорта теңізіне апаратын ұлы жібек жолының тармақтарын өзіне қаратқан. Кейін түріктер өз билігін тек шығыста ғана емес, сонымен қатар батыста да жүргізе бастады. Ол кезде билікте Иштеми қаған болған. Жалпы Иштеми қаған 555 жылы осы Арал теңізіне дейін жетіп, Қытайдан Әмударияға дейін, Ташкенттен Сырдарияға дейінгі аралықты жаулап алды. Және 561-563 жылдары түрік қағанаты Иран мемлекетімен ифталиттерге қарсы күрескен болатын. Жалпы 6 ғасырда, яғни 70 жылдары түрік қағанаты солтүстік Кавказ бен Қара теңіздің солтүстік жағалауына дейін үстемдік еткен болатын. Кейін осы жалпы түріктердің шаруашылығы ол көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болды. Және олардың негізгі осы жерлеу рәсімдері ол мәйітті өртеу болды. Ол 5-7 ғасырлар аралығында қамтылған. Кейін осы түрік қағанатына жалпы Византия елшілері, яғни Демаркты жанып тұрған оттың арасын өткізіп барып кіргізуінен ол түріктердің отқа табуынан көруге болады. Жалпы осы тарихтағы түрік қағанатының маңызы ол түрік халықтарының ең алғашқы бір орталыққа бағынған мемлекет болды. Және ұлы жібек жолының негізгі бөлігі түріктердің бақылауына өтті. Және Орхон жазуының негізін қалаған түркі мәдениеті қалыптасқан болатын. Кейінгі түркі мемлекеттердің, яғни шығыс, батыс қағанаттар, Қарлұқ, Қарахан тағы да басқа қағанаттардың саяси дәстүріне жол ашты. Ол бізде батыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты бізде 600-704 жылдары аралығында өмір сүрген. Жалпы оның территориясы Қаратаудан Жоңғарыға дейін болған. Және де астанасы Суяб, ал жазғы астанасы Мыңбұлақ болған. Жалпы осы батыс түрік қағанатында Онық Будун деген жүйе қалыптасты, яғни 10 тайпа мемлекеті дегенді білдірді. Осы батыс түрік қағанатына енген 10 тайпалар, олар 5 нушуби мен 5 дулулар, яғни Қытай деректерінде дулаттар деп аталады. Жалпы батыс түрік қағанатының алғашқы қағаны бізде Тардуш немесе басқа аты Дато. Осы шығыс түріктерді басып алуды, екі қағанатты қайта қосуды жүзеге асырып, Алтайдағы теле тайпаларын басып алған, өзін шығыс түрік қағанатына да қаған деп жарияланған, осы Тардуш қаған болатын. Жалпы осы Шегу қағанның тұсында бізде территория шығыста Алтайға дейін, ал батыста Тарым өзені мен Памир тауларына дейін жеткен болатын. 627 жылы Византия Иранға қарсы көмек көрсету үшін Тон қаған бізде әскер жібереді, және де батыс түрік қағанатының Иранға қарсы одақтасы бізде Византия болады. Жалпы осы салық жинауға жергілікті адамдарды, оларға Силиф деген ерекше атау берген, оны Тон қаған қалыптастырған болатын. Және де батыс түрік қағанатында Ябғу, Шад, Елтибер секілді атақтар берілген. Олар қаған руынан шыққандарға, яғни қағанаттағы осы жоғарғы лауазымдар қаған руынан шыққан ақсүйек өкілдерін атайтын. Және де батыс түрік қағанатында қара будундар деген
есім таралған. Жалпы ол қарапайым халық деген мағынаны білдірген. Жалпы осы батыс түрік қағанатында сот істерін атқарушылар бұйрықтар мен тархандар болатын, ал жергілікті жердегі негізгі тірек олар бектер. Сонымен қатар осы 7 ғасырдың 40-50 жылдарынан бастап батыс түрік қағанаты ыдырай бастады. Батыс түрік қағанатының тарихтағы маңызы бар. Ол Қазақстан аумағында алғашқы ірі түркі мемлекеті болды және Ұлы Жібек жолының жетісу бөлігі түріктердің қолында болып сауда дамыды. Сонымен қатар он бұдың жүйесі қалыптасқан ең алғашқы қағанат болып табылады. Келесі қағанат ол бізде шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдар аралығында өмір сүрген. Негізгі территориясы қазіргі Монголия, яғни Орталық Азия жерінде орналасқан. 603 жылы түрік қағанаты батыс және шығыс болып бөлініп, шығыс түрік қағанаты өзінің өмірін 682 жылы бастады. Оның орталығы Орхон бойында орналасқан түркілердің негізгі саяси орталығы болды. Кейін 7 ғасырдың басында Қытайдың Тан әулетінің ықпалы күшейіп, түркілер уақытша тәуелді болды. Бұл түркілердің Қытайға қарсы күресі басталған кезеңі. Осы шығыс түрік қағанатының алғашқы қағаны ретінде Елтеріс Құтлық жарияланады. Одан кейін танымал қағанның бірі ол Қапаған. Кейін осы Елтеріс қағанның бастауымен түркілер көтеріліп, екінші шығыс түрік қағанаты құрылып, тәуелсіздік қайта орнады. Жалпы 8 ғасырдың басында Білке қаған, Күлтегін, Тоныкөк секілді ұлы қағандардың дәуірі басталады. Ол кезде саяси тұрақтылық, мәдени өрлеу күшейді және Орхон жазбалары дүниеге келді, түркі бірлігі дәріптелді. Жалпы кейін 744 жылы ұйғырлар қағанатты құлатып, оның орнында ұйғыр қағанаты пайда болады және түркілердің саяси үстемдігі әлсірегенімен мемлекеттік дәстүр жалғаса берді. Осы түрік қағанатының тарихи маңызын айта кететін болсам, түркілердің қайтадан тәуелсіздігін қалпына келтіруге жол ашты және Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк дәуірі қалыптасып, мәдениет күшейген болатын. Сонымен қатар Орхон елінде жазбалары ескерткішке айналып, қазіргі күннің өзінде өзінің танымалдығын жүргізіп келеді. Келесі қағанат ол бізде Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты өзінің өмір сүруін 704 жылы бастап 756 жылы тоқтатқан болатын. Жалпы Түргеш қағанатының алғашқы қағаны Үшлік, ол 704 пен 706 жылдар аралығында билік етті. Осы Түргеш қағанатының территориясы бізде Ташкент қаласынан шығыс Түркістандағы Бесбалық, Тұрфан қалаларына дейін созылған және қағанаттың негізгі жер аумағы Жетісу болып табылады. Осы Түргеш қағанатының жалпы екі астанасы болды. Біріншісі ол Шу өзенінің бойындағы Суяб қаласы және екіншісі Іле өзенінің бойындағы Күнгөт қаласы. Түргеш қағанаты жалпы 20 аймаққа бөлінген және әр аймақта 7000 әскер болған. Яғни 6-7 ғасырларда Шу Іле өзендері аралығында үлкен аймақты мекендеді және Жетісудағы керуен жолдарының көбін бақылауға алған қағанат болып табылады. Кейін осы қағанат халқының негізгі бөлігі сары және қара түргештер болып бөлінді және 8 ғасырдың басында түргештердің билігіне Сұлу, яғни Сүзеген деген атақпен атап кеткен қаған келеді. Және де ол 715-738 жылдар аралығында билік етті. Кейін 748 жылы қытайлықтар Жетісуға кіріп, жалпы Жетісуды басып алады және де аттылық шайқасы 751 жылы басталады. Ол қытайлар мен арабтар арасында өткен шайқас болып табылады. Жалпы осы ел ішіндегі қиын жағдайды өз пайдасына шешуге әрекет жасаған қара түргештердің тарханы Жыпыр қағандықты өз қолынан 749 алып, оның билігі 4 жылға созылады. Жалпы археологтар түргеш қағанның теңгесі немесе түріктің көк ханның теңгесі деген соғды жазуымен жазылған теңгелерді тапты. Олар Тараз қаласынан табылған болатын. Жалпы осы Тараз теңгелері 704-766 жылдары соғылған болатын және де атақты Бартольд деген саяхатшы осы соғдылардың Түркістан мен Жетісуға қоныс аудару саудаға байланысты деп атап өткен. Жалпы соғдылардың ішінде түрікше сөйлемейтіндер жоқ деп Махмұд Қашқари 11 ғасырда айтып кеткен. Және де осы түргештердің тарихы маңызын айта кететін болсам, олар Жетісудағы түркі мемлекеттілігін жалғастырды және арабтарға қарсы күресте маңызды рөл атқарды. Сонымен қатар исламның Орта Азияға таралуына жол ашты. Жалпы аттылық шайқас нәтижесінде Қытайдың Орта Азиядан кетуіне ықпал еткен болатын. Келесі ол Қарлұқ қағанаты. Олар бізде 756-940 жылға дейін өмір сүрді. Жалпы Қытай деректерінде осы Қарлұқтардың Бұлақ деген руы 5 ғасырда Алтай тауларында мекендеді деген ақпарат бар. Жалпы бізде Қарлұқтардың негізгі территориясы осы Алтай тауынан Балқаш көліне дейінгі жерлерді алып жатқан және де 7 ғасырдың басында осы Қытайдың Таншу деген хроникасында көрсетілген Қарлұқтардың құрамындағы тайпалар бізде үшке бөлінді: Бұлақ, Жікіл және Ташлық.
Ал араб тарихшысы яғни Әл-Маравазидің айтуынша қарлұқтардың құрамында 9 тайпа болды. Жалпы араб парсы деректері бойынша қарлұқтарды ежелгі түріктер деп атап кеткен, және де қарлұқтарды қырып басып алдық деген хабар қарлұқтардың шығыс түрік қағанатының құрамында болғандығын күлтегін жазбаларында көрсеткен. Жалпы осы қарлұқтар шығыс түрік қағанатын жеңу үшін ұйғырлармен бірге одақтасқан болатын, және жетісуға жылжудағы осы қарлұқтардың бір себебі ол ұйғыр қағанатының жеңілуі. Кейін жалпы осы қарлұқ қағанатының орталығы бізде Суяб қаласы болды. Түргеш қағанатының әлсірегенін өз пайдасына қолданып, осы 756 жылы қарлұқ өз қағандығын бастады. Және 766-775 жылдары қарлұқтар Қашғария өңірін басып алған болатын. Жалпы осы 9 ғасырдан бастап қарлұқтар ұйғыр қағанатынан жеңілді. Жалпы айтқанда ұйғырлармен қарлұқтардың соғысы 20 жылға созылған болатын. Жалпы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін Испиджаб билеушісі Білгекүл Қадырхан өзінің қаған деп жариялады, және исламды тарату үшін қарлұқтарға Ғазауат деген соғысты жариялаған Самани әулеті болды. Негізінде Тараздың билеушісі болып отырған Оғылшақ қаған уақытша Қашғарға кетуге мәжбүр болады, және де саманилерге қарсы күрес жүргізген Білгекүл Қадырханның 2 баласы болды. Олар Базар Асылан және Оғылшақ. Және де осы 751 жылы қарлұқтар Атлақ түбінде арабтарды қолдады. Осы қарлұқтар туралы жалпы бізде балық аулағандығы туралы Диуани Лұғат ат-Түрік, араб қыпшақ сөздіктерінде көптен ақпарат кездеседі. Қарлұқ қағанаты жалпы Жетісуда 200 жылға дейін үстемдік еткен болатын. 940 жылы Баласағұн қаласын басып алып, осы қарлұқ қағанатын Қашғардың түрік билеушілері талқандады. Қарлұқтардың тарихи маңызын айта кететін болсам, олар Жетісуда қала мәдениеті мен егіншілікті дамытты, және ислам дінінің таралуына негіз болды. Кейін Қарахан мемлекетін қалыптастырған болатын. Жалпы қарлұқ тайпалары қазақ халқының этникалық құрамына енді. Келесі ол ұйғыр қағанаты. Ұйғыр қағанаты бізде 744-840 жылдар аралығында өмір сүрген. Жалпы олар Батыс Моңғолияда түріктерді жеңіп, ұйғыр қағанатын құрды, және астанасы Қара Баласағұн болды. Ол Орхон өзенінің бойында орналасқан. Кейін 8 ғасырдың ортасында қағанат құрамына Тоғыз, Оғыз, Қырғыз, Қарлұқ және басқа да секілді тайпалар енген болатын, және 762 жылы ұйғырлар Маньчжурия мен Шығыс Түркістанға билік жүргізді, және Қытайдың Тан әулетімен тығыз қарым-қатынас орнатқан болатын. Ал 8 ғасырдың соңына қарай ұйғырлар Манихей деген дінді мемлекеттік дін деп жариялады. Ол осы қазақ жеріндегі алғаш рет Манихей дінін мемлекеттік дін деп жариялаған қағанат болып саналады. Және 9 ғасырдың басында ұйғыр қағанаты күшті державаға айналды, және де Ұлы Жібек жолын бақылауда ұстады. Ал 840 жылы бізде Енисей қырғыздары осы ұйғыр қағанатын талқандады. Бірақ тарихтағы осы ұйғыр қағанатының маңызын айта кететін болсам, түрік қағанаты құлағаннан кейін түркілердің ірі мемлекеті болып саналған, және Манихей дінін қабылдап ерекше мәдени өрлеу кезеңін бастан кешті, және Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағын бақылап сауданың дамуына ықпал етті, және құлаған соң ұйғырлар Шығыс Түркістанда ұйғыр халқының негізін қалады. Келесі бізде Қимақ қағанаты. Бізде 9 ғасырдың соңынан 11 ғасырдың басына дейін өмір сүрген. Жалпы қимақтардың алғашқы қауымдары біздің заманымызға дейін өмір сүргендігін Қытай жылнамалары бізге көрсетеді. Олардың басты мекендеген аймағы ол Моңғолияның солтүстік батысы. Ал кейін 8 ғасырдың ортасында мекендеген аймағы Алтайдың солтүстігі мен Ертіс өңірі болып табылады. Жалпы Қимақ елі бізде 7 тайпадан тұрды, және оны бізде Кардизи айтып кеткен. Сонымен қатар Кардизи оларды қыпшақтар мен қимақтар деп те атаған. Ал Сымасянның жазуы бойынша осы Моңғол жерінің солтүстігінде өмір кешкен қимақтардың ішінде қыпшақтар да болды. Жалпы батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін қимақтар өз алдына тайпа ретінде көріне бастады, және 8-11 ғасырлар аралығында олар Қазақстанға көше бастады. Қимақтар Батыс Алтайға, Тарбағатай және Алакөл ойпаты аумағына қоныстанды 766-840 жылдар аралығында. Осы 840 жылы ұйғыр қағанаты ыдырағаннан кейін оның құрамдағы біраз тайпалар, мысалы Эймур, Баяндур, Татар, осы қимақтардың құрамына қосылды. Негізінде қимақтардың 2 орталығы болды. Біріншісі Имақия, ол Ертіс өзен бойында, екіншісі Карантия, Алакөл көлінің бойында. Және де қағанаттың билеушісін қаған деп атады. Ал қағаннан 2 саты төмен тұрған лауазым
ябғу деп аталды. Жалпы осы жеке тайпа көсемдерін шат түтік деп атаған болатын. Ал Махмұд Қашқаридің айтуынша малы жоқ бір орында отырған халықты олар жатақтар деп атаған. Жалпы қимақ қағанатын құлатқан бізде қыпшақ қағанаты болып табылады. Ал қимақ қағанатының жалпы құлауының екі себебі бар. Біріншісі ол ішкі қарама-қайшылықтар, яғни қыпшақтардың билікке ұмтылуы, және екіншісі ол сыртқы қайшылық. Қимақтардың басым айналысқан шаруашылығы ол мал шаруашылығы болып табылады. Және де осы ат әбзелдерін жасауда қимақ қағанатына ешқандай халық жетпеген. Қимақ қағанатының жалпы табынған және сыйынған нәрсесі ол ата-баба әруағына және тәңірге. Ал 10 ғасырда олардың жерінде ислам діні тарай бастады. Және де олардың қолданған жазуы ежелгі түрік жазуы болып табылады. Қимақтардың мемлекеттігінің жалпы патша билігі осы патриархалдық феодалдық мемлекет болып табылған. Сонымен қатар тарихи маңызды айта кететін болсам, бізде Қазақстанның солтүстік және шығыс бөлігінде алғашқы ірі тайпалық одақ болып табылады. Сонымен қатар қыпшақтардың күшеюіне негіз болды және қазақ халқының этникалық құрамына елеулі үлес қосты. Келесі қағанат ол бізде Қарахан қағанаты 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрген. Жалпы олардың территориясы Жетісу мен Шығыс Түркістанның бір бөлігі болды. Орталығы Баласағұн, кейін Қашқар болып ауысқан. Жалпы Қарахан мемлекетінің негізін салушы Сатық Боғра хан болып табылады. Ол 915-955 жылдар аралығында билік еткен, өмір сүрген. Және де осы Қарахан мемлекетінің құруда басты рөл атқарған тайпа олар қарлұқтар болып табылады. Бізде осы Қараханда екі тайпа болған, олар Жікіл және Яғма. Жікіл тайпасының татымы бірде Арыстан болды, оның хандары Арслан хан болды, ал екіншісі Яғманың татымы Бура, яғни хандары Боғра хан болды. Жалпы жоғары өкімет билігінің иесі ол қаған болды және ол мұрагерлік жолмен берілген. Ал ханның кеңесшілері уәзірлер деп аталған. Және де осы Қараханда жалпы жер иеленудің бір түрі ол ихта жүйесі орнады. Жалпы ихта шартты түрде алған жер үлесі үшін ханға әскери қызмет етуге міндеттелген жер, және де ол жердегі халықтың алым-салық жинау құқығына ие болған ол ихтадар, яғни парсы сөзінен шыққан арабша мухта деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар Қарахан қағанатында дінбасыларға, діни мекемелерге өсиет етіп қалдырған вақф деген жер болатын, және де вақф деген жерден салық алынбаған. Жалпы 960 жылы Сатық Боғра хан, Мұса хан бізде Қарахан мемлекетінде алғаш рет ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялайды. Және де осы 10 ғасырдың аяғында қарахандықтар жалпы Орта Азияға қайтып жорық жасай бастады. Және 992 жылы Жүсіп, яғни Хасан Боғра ханның баласы, Хотанды басып алып, Мауреннахрға жорыққа аттанады. Осы әлсіз адам өз үлесіндегі жерді күштінің қамқорлығына беру жүйесі қалыптасты. Ол бізде комендация деп аталған болатын. Және кейін бізде осы Қарахан қағанаты батыс және шығыс болып екіге бөлінді. Біріншісі шығыс хандығы, ол билеушісі Ұлы хан деп аталатын, және де территориясы Жетісу мен Шығыс Түркістанды алып жатты, ал орталығы Баласағұн болды, кейін Қашқар қаласына ауысты. Екіншісі батыс хандығы, оның территориясы Мауреннахр және Сырдария мен Әмудария аралығы, және орталығы Үзкент, кейін Самарқанға ауысты. Тарихи маңызды айта кететін болсам, Қазақстандағы алғашқы мұсылман түркі мемлекеті болды және исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдап мешіттер, кесенелер салына бастады. Осы Қарахан қағанатынан қалған және әлі күнге дейін танымал кесенелер, мысалы Айша бибі, Бабаджа хатун, Қарахан кесенелері бар. Және қала мәдениеті гүлденіп, Тараз, Баласағұн, Самарқан қалалары өркендеді. Кейін 1141 жылы бізде Қатуан шайқасы орын алды. Ол кезде бізде осы қарақытайлар Ойсыраты жеңген болатын, және де 1212 жылы бізде батыс Қарахан мемлекетінің Хорезм шахы Мұхаммед құлатты, ал шығыс жерін Найман ханы күшті құлатқан болатын. Келесі қағанат ол бізде Қарақытай қағанаты, ол бізде 1125-1212 жылдар аралығында өмір сүрген. 10 ғасырда Алтайдан Тынық мұхитқа дейінгі аумақты алып жатқан мемлекет бізде Ляо мемлекеті болған. Бірақ осы Ляо мемлекеті
құлағаннан кейін оның орнына қарақытайлар қалыптасты. Жалпы олардың өмір сүрген аумағы осы солтүстік Қытай жері болды. Ал орталық Азияда Манчжурия мен Уссури жерлерін қамтыған. Қарақытайлар бізде жетісуға қоныс аударды және оның екі себебі бар. Біріншісі, олар орталық Азиядан батысқа жылжыған түркі тілдес тайпалардың қарақытайлар жерін жаулады, және екіншісі, қарахан мемлекеті әлсіреп шығыстағы шекарасын қорғау қызметін тапсырған болатын. 1125 жылы Ляо мемлекеті құлағаннан кейін 40 мың түтін қидандар жетісуға көшіп Илу-Даши басқарған болатын. Кейін Илу-Даши бір әскер басшысының қолы астына 100-ден жуық жауынгер жасақтаған болды. Және де осы қарақытайлардың баласағұн маңындағы ортағы Ғұзорда деп аталатын, оның жалпы билеушісі Гурхан деп аталатын. Және де осы қарақытай мемлекетінің бір ерекшелігі, ол жерде билік басы әйелдерге де берілетін. Себебі 1143 жылы Илу-Даши қайтыс болғаннан кейін оның орнына билікке әйелі Табуян келеді. 1150 жылдан Илу-Дашидің баласы Иле биледі, және де ол халық санағын жүргізген болатын. Ал 1155 жылы Иле қаза болғаннан кейін оның, яғни Илу-Дашидің қызы Босоған билікке келеді. Жалпы Илу-Даши осы атап өткендей 100 жауынгерден тұратын жасақ жасады, және де қарақытайлар осы Хаджан жанында қарахан әскеріне 1137 жылы соққы береді. Жалпы 1145 жылы Самарқан қаласына жақын Қатуан даласында осы қарақытайлар жеңіліс тапқан. Олар қарахан салжұқ әскерлері және Хорезм шах қарақытайларға төлеген алым-салық мөлшері 3000 алтын динарға дейін жеткен болатын. Жалпы негізі 1208 жылы осы қарақытайларды шығыс жерінде наймандар жеңеді. Ал қарақытайлар өздері жаулап алған қалалар мен отырықшы қоныстарды қиратпай өзгеріс жасамаған. Сондықтан да жергілікті халық оларға онша қарсылық көрсетпеген болатын. Жалпы басқа аймақтардан салық жинау, оны қарақытайлардың орталығына жеткізу жүктеген ол жергілікті феодалдардың міндеті болды. Және 12 ғасырдың екінші жартысынан бастап қарақытайларға қарсы халық көрсетілуінің басты себебі ол қарақытайлардың салықты күшейтуі және халықты ашық тонауы. Ал қарақытайлардың осы тарихи маңызды айта кететін болсам, жетісу мен Мауреннахрда үстемдік құрды және Қатуан шайқасында салжұқтарды жеңіп Орта Азиядағы саяси тепе-теңдікті орнатқан болатын, және қатаң салық саясаты халық наразылығын туғызды. Сонымен қатар олардың билігі құлаған соң моңғол дәуіріне жол ашты. Келесі кезекте бізде Қыпшақ хандығы, ол бізде 11 ғасырдың басы мен 13 ғасырдың басын қамтиды. Олардың жалпы алып жатқан территориясы шығыста Алтай мен Ертістен бастап, батыста Еділ мен оңтүстік Оралға дейін жеткен. Жалпы олардың екі жүйесі болды, яғни оң қанат және сол қанат болды. Оң қанат бізде ордасы Сарайшық, яғни Жайық өзен бойында орналасқан, және екіншісі сол қанаттың ордасы Сығанақ, ол Сырдария өзен бойында орналасқан. 11 ғасырда жаңа құрылған Қыпшақ қағанатының қол астына толығымен қимақ территориясы өтеді. Және де Қыпшақ тайпасының ішіндегі ең беделді тайпасы ол бөрілер, немесе ел бөрілер деп те аталады. Осы хандық биліктің орталығы бізде Орда деп аталған, және Қыпшақтар Қазақстанның оңтүстігіндегі қалаларға, Орта Азияның базарына, орыс елінің оңтүстік аудандарына шығу үшін оғыздармен бірге соғысқан болатын. Жалпы бізде атақты саяхатшы Плано Карпини осы қаңлылар қыпшақша сөйлейді екен деп хабарлаған, және қыпшақтарды орыс деректерде бізде половшылар деп атап кеткен, ал венгерлер кундар немесе командар деп атаған. Сонымен қатар 1133 жылы қыпшақтарды Хорезм шахы, яғни атсыз деген шах жеңген болатын. Және де қыпшақтардың ақсүйек шонжарларына исламды таратып, сый-сияпат жасау арқылы өз жағынан әскери қызметке таратқан осы Хорезм елі болған. Негізінде Отырар, Сығанақ, Арал аумағы үшін осы Хорезм қыпшақтармен бірге көп жылдар бойы соғысқан болатын. Ал 13 ғасырдың басында сыр бойында қалаларды қыпшақтар Хорезм шахымен ұзақ жылдар бойы Мұхаммед шахқа қарсы соғыс жүргізген болатын. Негізінде осы моңғол шапқыншылығының әсерінен қыпшақтардың бүкіл Қазақстан жерінде үстемдік етіп, Қазақстанда бірыңғай халық болып қалыптасу құбылысын 15 ғасырға дейін кешеуілдеткен осы моңғол шапқыншылығы болып табылады. Және қыпшақтардың арба үстінде тігілген үйлерін 10 немесе 22 өгіз тартқандығын өз көздерімен көргендігін жазған бізде Плано Карпини және Рубрук. Байлықтың негізгі көрсеткіші ол жылқы малы болған. Ал
ауған, иран, египет және үнді жерінде қыпшақтардың 100 динардан 500 динарға дейін сатылған тауары осы жылқылар болған. Сонымен қатар қыпшақтардың қосымша айналысқан шаруашылығы ол аңшылық болып табылады. Және Қыпшақ хандығының осы тарихи маңызын айта кететін болсам, Қыпшақ хандығы Қазақстан тарихындағы ең қуатты көшпелі мемлекет болды. Және дешті Қыпшақ ұғымы осы Еуразия даласының негізгі атауына айналды. Сонымен қатар қазақ халқының негізін құраған басты тайпа одағы болып табылады. Ал Қыпшақ тілдік тобы қазіргі қазақ тілінің негізгі қайнары. Келесі бізде Хазар қағанаты. Хазар қағанаты 7-10 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Жалпы түрік қағанаты әлсіреген соң солтүстік Кавказ бен Еділ бойында Хазар қағанаты 7 ғасырдың ортасында құрылған болатын. Және 8 ғасырдың басында хазарлар Кавказдың бір бөлігін, Қырымды, Еділ бойын және Каспий маңын бағындырған болатын. Жалпы 8 ғасырдың ортасында осы хазар билеушілері иудаизмді мемлекеттік дін деп жариялаған болатын. Жалпы осы түрік тайпаларының ішінде иудаизмді алғашқы рет мемлекеттік дін деп жариялаған осы Хазар қағанат болып табылады. Жалпы 8-9 ғасырлар аралығында араб халифатының жорықтарына қарсы тұрып, Кавказ халықтарын қорғаған, және 9 ғасырдың соңында осы хазарлар оғыздармен, қыпшақтармен және рус князьдіктерімен бірге соғысты. Кейін 965 жылы Киев русының князі Святослав осы оғыздармен одақтасып Хазар қағанатын күйреткен болатын. Тарихтағы Хазар қағанатының маңызы, олар солтүстік Кавказ бен Қара теңіз даласын бақылаған ірі мемлекет болды және сауда жолдарын ұстап көп ұлтты державаға айналған. Сонымен қатар оғыздар мен русьті соғысқаннан кейін құлап, осы орнына қыпшақтар үстемдік еткен. Келесі бізде наймандар. Жалпы наймандар 8 ғасырда Орхон өзені мен Алтай тауының аралығында өмір сүрген. Олардың моңғолша этнонимнің мағынасы 8 деген мағынаны білдіреді. Және де олардың тайпалық одағы құрамына 8 тайпа кірген. Жалпы найман мемлекетінің аты шыға бастаған кез ол 12 ғасырдың екінші жартысы болып табылады. Негізінде найман мемлекеті бізде 9-13 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Жалпы найман мемлекетінде егін шаруашылығы дамып, отырықшы қалалық өмір салтын Наркеш Дайын хан дами бастады. Кейін осы найман мемлекетінің астанасы Балықты қаласы болды. Ол бізде Орхон өзенінің маңында орналасқан. Жалпы халықты өз төңірегіне топтастыра білген, елді өнерге, бейбіт өмірге салтына баулап, осы басқа елдермен қарым-қатынас дамытып, наймандарды қара қытайлардың үстемдігінен алып шыққан Білге хан болып табылады. Білге хан қайтыс болғаннан кейін оның орнына Бұйрық пен Даян келеді. Ал Білге хан қайтыс болғаннан кейін осы найман хандығы бізге екіге бөлінді. Біріншісі ол Даян хан далалық өлкеде билік етті. Екіншісі Бұйрық хан, ол Алтайдың Қара ертісіндегі Орынкөл деген маңда мекендеген. 1201 жылы осы одақтас күш Шыңғыс хан мен Ван хан әскерлерінен ойсыра жеңіліске ұшырады және 1204 жылы күшліктің басшылығымен Жетісуға қоныс аударды. Ал Шыңғыс ханның бір жылы жеңіліс тапқаннан кейін осы наймандар 1212 жылы Жетісудағы билікті қара қытайлардан тартып алады және 1218 жылы Шыңғыс хан күшлікке қарсы жіберген әскерді Жебен Оян басқарып, наймандарды талқандайды. Жалпы тарихтағы наймандардың маңызы, олар бізде Шыңғыс ханға дейінгі ең ірі түркі тайпалардың мемлекеттерінің бірі болды және христиан дінінің нестариандық бағытын ұстанған және кейін қазақ халқының этникалық құрамына енген. Келесі бізде Керей мемлекеті бізде 11-13 ғасыр аралығында өмір сүрген. Жалпы олар Орхон, Керулен, Селенгі, Аргун деген өзендердің бойында өмір сүрген және де олардың орталығы Битөбе болды. Қазіргі Моңғолия астанасы Улан-Батордың қасында орналасқан. Жалпы керейлердің бас жағындағы көршісі осы атап өткендей наймандар болды және осы керейлер мен моңғолдар одақтасып меркіт пен наймандарға қарсы шыққан болатын. Жалпы Керей мемлекетінің шарықтау кезеңі осы Маркус, Қаршақұз деген хандардың кезінде болды. Ал Қаршақұз ханның кезінде Керей хандығын оң, сол, орта деп бөлген. Жалпы Қаршақұз хан қаза болғаннан кейін оның орнына хан болып Торы хан сайланады және де Торы ханның ортасында болашақ билеушілер мен көсемдер саяси және елшілік істерге тәрбиеленді. Олар Темучин мен Жамұқа. Жалпы моңғол жеріндегі 9-13 ғасырларда өмір сүрген керейлер күшті дамыған ел деп Рашид ад-Дин өз еңбегінде жазып кеткен. Ал моңғолдар пайда болғаннан кейін осы керейттердің арасынан хатшылар шыға бастады және олардың пайдаланған жазуы көне түркі жазуы болды. Тарихи маңызы бізде олар
Орхон керулей бойында қуатты мемлекет болды. Сонымен қатар Шыңғыс ханның қарсыласы әрі одақтасы ретінде тарихта қалған және қазақтың орта жүзіне кіретін керей тайпасының түпкі атасы. Келесі бізде тайпа, ол жалайыр тайпасы. Бізде 9-14 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Жалпы Шыңғыс ханның жалайыр тайпасының ішіндегі ең жақын адамы атақты ақын, шешен әрі батыр Мұқылай болған. Осы Шыңғыс хан өзіне көрсеткен адал қызмет үшін Мұқылайға Күй үн Түнсан Тайжы, яғни Ұлыбек деген атақ беріп, сол қанатының түменін басқартқан. Жалайырлардың жалпы территориясы бізде Селенгі, Хилок, Орхон өзенінің жоғарғы ағысы және Қарақорым тауларының қыраттары болып табылады. Моңғол деректері бойынша осы жалайыр тайпалары 10 бөліктен тұрған және олардың бастысы осы аумағы Жетісу жерін қамтыған. Сонымен қатар 1201 жылы Аргун өзенінің бойында құрылтай шақырылып, өзін Гурхан деп Жамұқа жариялайды және Шыңғыс хан керейіттер ханы Торымен одақ құрып, Жамұқаны жеңіп, жалайларды қол астына 1201 жылы алады. Ал жалайырлар туралы бізде басты мәліметтер осы моңғол шежірелерінде кездеседі және моңғол осы шежірелерінде жалпы жалайырлардың нақты әрі толық ақпараттар кездеседі. Сонымен қатар жалайырлардың осы тарихи маңызын атап кететін болсам, Монғолияда қалыптасып Шыңғыс хан жорықтарына белсене қатысқан. Сонымен қатар Мұқали Ноян сияқты қолбасшылар шықты және Жетісу мен Сыр бойын қоныстанып, орта жүз құрамындағы ірі тайпаға айналды. Жалпы қорытындылай келсем, осы барлық аталған мемлекеттер мен тайпалар қазақ халқының этникалық, саяси және мәдени қалыптасуына орасан зор рөл атқарған және әрқайсысы кезең-кезеңімен мемлекеттік дәстүрін жалғастырып, осы мәдениет пен дінді дамытып, қазақ мемлекеттілігінің тарихи негізін қалады.